Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Назерке, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қызанақты қысқа сақтау әдісімен бөлісетін боламыз. Осылай банкіге ерекше әдіспен сақтап қойсаңыздар болады. Өте дәмді болады. Қысты күні тағаммен немесе пиццаға соус ретінде пайдалансаңыздар да болады. Ерекше дәм береді. Жасап көрсеңіздер болады. Көбінесе қызанақты жай ғана турап тоңазтқышқа салып сақтаймыз. Бірақ осылай да сақтап қысқа дайындап қойсаңыздар болады. Жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаған болса достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Ең алдымен бізге осындай қызанақтар қажет болады. Қызанақтың қаттылау түрін алыңыздар. Себебі бізде қатты жұмсақ болмауы керек. Қызанақты екі бөлікке бөліп, бөлінген бөлігін осы видеодағыдай чұқа етіп бөліп аласыздар. Керек емес жерін міндетті түрде алып тастайсыздар. Барлығын осылай жақсылап тұрып, видеодағыдай турап аласыздар. Және қызанақтың жұмсақ болғаны жарамсыз, сәл қаттылауын алыңыздар. Міндетті түрде біздің табамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне қызанағымызды орналастырып шығамыз. Қалай орналастырсаңыз да ол өзіңіздің еркіңіз. Ең бастысы бірінің үстіне бірін қоймаңыздар. Содан соң барып біз дәміне қарай тұзын, қантын қосамыз. Мен бұл жерде бір аз қасықтан қосып шықтым, қантты да, тұзды да. Содан соң өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіш болады қыздар. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштердің барлығын пайдалана берсеңіздер болады. Барлығын қосқаннан кейін оның үстіне бір сыпыра сұйық майымызды сеуіп шығатын боламыз. Осылай дайын болады. Енді пешті міндетті түрде жоғары отқа қойып, шамамен 20-15 минуттай осы қызанақтарымызды пеште ұстайтын боламыз. Сарымсақты майда етіп турап дайындап қоямыз. Қазір бізге қызанақты жинайтын кезде қажет болады. Өте майда қылып тураңыздар. Және қыздар, банкаларыңызды міндетті түрде булап алыңыздар. Енді біз бірінші қызанақты, содан соң ортасына сарымсақты қойып банкаларымызды толтыратын боламыз. Біздің қызанағымыз пеште 20 минут көлемінде тұрғаннан кейін осы видеодағыдай солып өліңкірейді. Ең соңында сұйық майдан 4-5 ас қасық сұйық май құйып қоямыз бетіне. Және крышкасын жауып қысқа сақтай береміз. Ешқандай ашымайды, атылмайды. Кез келген уақытта ашып, жасап дайындай берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Видео ұнаған болса достарыңызға жіберіп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Назерке. Келесі видео рецепте кездескенше аман сау болыңыздар. Және де қыздар, холодильникте ұстасаңыздар да, жай ғана бөлме температурасында ұстап сақтасаңыздар да болады. Ешқандай банкаларыңыз атылып немесе жарылып қалмайды. Жасап көріңіздер, сау болыңыздар.